Сәлем көрермендер, арнаға лайк басып, видеоны соңына дейін көріп, пікір қалдырып жаза отырыңыздар. Реакцияларыңызды білдіріп отырыңыздар лайк басып. Так, бүгінгі видео переводчик аудару функциясы туралы болмақ. Ол не үшін керек бізге? Ол бізде өзімізге түсініксіз кейбір программалар болады. Ағылшын тілінде болуы мүмкін, немесе басқа да тілдерде болуы мүмкін. Сондай кезде жақсы пайдалы болады бұл функция. Ол үшін мысалы өзімізге керекті бағдарламаны ашамыз. Мысалы мен Pinduoduo бағдарламасын ашайын. Мысалы мына жерде қытайша бәрі ештеңе түсініксіз. Енді біз не істейміз? Бізге Android'тің жаңа бір функциясы көмекке келеді. Қазір мына ортасында кнопка негізі бұрын поиск қана болған, иә? Қазірде де поиск ол негізі іздейтін функция. Бірақ бұл жерде жаңа функциялар қосылған. Міне бізде мынау Google'дың өзінің іздейтін кәдімгі бұрынғы стандарт кнопкасы бар. Бұл жерде дыбыспен іздеуге болады, көбіне орысша істейді. Және мына жерде нотаның белгісі тұр, онымен музыка іздеуге болады, және мына ең соңғы оң жақ бөлігінде тұрған аударма функциясы, соны басамыз мысалы. Міне бастық, менде қазақша тұр. Жыл соңындағы төменгі баға дейді, оны жіберіп алмаңыз. 3 тапсырыс шақыру дейді, міне осылай көрініп тұрады. Бірақ бұл как мына жерде мынандай не түрінде тұрады. Баспаймыз, просто өстіп тұрамыз. Тек перевод функциясын пайдаланып неме ғана беретінін осылай қарап алуымызға болады. Одан кейін қайтадан артқа жылжытамыз, артқа басамыз, төменге қарай түсіреміз. Мысалы мұнда не жазылып тұрғанын басамыз. Енді кейбір аудармалар дәл болмауы мүмкін, бірақ шамамен біз түсініп аламыз не жазылып тұрғанын. Мысалы мұнда бір скидка акциялар туралы болып тұрған болу керек. Міне жазылып тұр, джип ерлерге арналған дейді, қалпақ ерлерге. Осылай перевод жасап түсініп алуға болады. Осы видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызға, WhatsApp-тағы достарыңызға жіберіп отырыңыз.